Тұрмыс салт ертегілері. Ақыл, ғылым, бақыт. Ақыл, ғылым, бақыт үшеуі бір-бірінен артықшылығын салыстырып, таласып, сарапқа түсіпті. Сарапшылар оларға былай депті: бірінші бақытқа сен тұрақсыз, опассыз, орныңды таңдамай қонасың, қонғаныңды ісінтесің, тастасың, ақырында бір күні лақтырып тастап кетесің. Ақылмен байланыс сонда көп жасайсың депті. Екінші, ғылымға неде сенен күшті нәрсе жоқ, қара тасты қайнатасың, дүние жүзін жайнатасың, сақауды сайратасың, жоқты бар, бардан жоқ жасайсың, бірақ та бар ғаламды өзіңе бағындырғың келеді, бағынбағанды демде әлек қыласың. Түзу де, бұзу да сенен шығады. Ақылмен байланыс, сонда абыроймен ұзақ жасайсың депті. Үшінші, ақылға неде адамзатқа сенен артық дос жоқ, бірақ та ашу үстіне кіріп келгенде орныңды беріп шығасың да кетесің. Ашу бүлдіріп кеткен соң кіресің де ашудың бүлдірген оңайтасың. Әуелден орныңнан тұрмай отырсаң, ашу сенің үстіңе кірмеген болар еді. Барыңдар, ақыл сен адам бол, ғылым сен ат бол, бақыт сен қамшы бол. Үшеуің біріксең, ешбір мұқтаждар болмайтын депті.